Сәлем балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 2 сынып 128 сабақ. Сабақтың тақырыбы сан есім. Сабақты мұқият қарап отырамыз. Ендеше сан есімдерді табамын, қатені табамын және түзеп жазамын. Өлеңді суреттегілердің атын қойып оқы. Бір дегенім ақыл, еркелейтін анасына дана. Екі дегенім ұстатты адам ез деп. Үш дегенім көлде жүзір билеп. 4 дегенім әрдайым іш ас. 5 дегенім білім, білімді бұл інім. Балдырған журналынан санамақтық 10 санына дейін өзін жалғастырып көр. 6 дегенім ақыл, тыңдағаның мақұл. 7 деген жалау, жүректегі алау. 8 деген сөзің, серт берген кезің. 9 деген тоқтау, елдің жоғын жоқтау. 10 дегенім отан, қорға оны, ботам. Балалар, лайк басып, подписка кнопкасын басып, сабақты мұқият қарап отырамыз. 30-ші жаттығу өлеңнің қатесін түзеп көшіріп жаз. Жалғыз саусақ тіпті де, ұстай алмас жіпті де. Бұл жерде жауабы жіпті. 2 саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Мұзафар Әлімбай. Сан есімді тап, қарамен жазылған сөзді қандай сан есіммен ауыстыруға болады? Сан есім 2, жалғыз 1. 34-ші жаттығу құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Түбір, алтын, дербес, жетік. Шығармашылық үзіліс. Серік саяхаттап жүріп бір үйге кезікті. Сол үйде және оның маңайында 3 бұрыш шаршы және дөңгелектер жасырынып қалыпты. Сен олардың санын анықта. Балалар, келесіде жауабын салып кететін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, подписка кнопкасын баса отырыңыздар. 35-ші жаттығудың жауабы дөңгелек алма ағашы, 3 бұрыш үйдің шатыры, шаршы үйдің терезесі мен шатыры. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.